Саламатсыздар ма 7-ші сынып оқушылары? Бүгін біз алгебра пәнінен 2-ші тоқсанға арналған ТЖВ тапсырмасының жалпы нұсқасын қарастыратын боламыз. Бірінші есеп: егер y тең k бөлінген x функциясының графигі a нүктесі арқылы өтетіні белгілі болса, k-ның мәнін табыңыз. Мұндағы a-ның координатасы 1 және -3-ке тең екен. Яғни оқушылар, x бізде 1-ге тең, ал y -3-ке тең. Сонда y-тің орнына -3-ті қоямыз. Тең деп алып, k-ны жазып, x-тің орнына 1-ді қоямыз. Енді k-ны табу үшін x пен y-ті көбейтеміз. Ондағы x 1-ге тең, көбейтеміз -3-ке. Тең болады -3-ке. Сонда оқушылар, мінекей, д нұсқасы дұрыс жауап болады екен. Келесі оқушылар, екінші есеп: y тең -4-тен 3 x -12 функциясының абсцисса өсі мен қиылысу нүктесін табыңыз. Оқушылар, абсцисса өсі мен қиылысу нүктесін табу үшін y-ті 0-ге тең деп аламыз. Сонда -4-тен 3 x -12 тең болады 0 деп аламыз. Енді -4-тен 3 x тең болады -12-ні теңдіктің оң жағына плюстан бірмен ауыстырамыз, 12 болады. Енді x-ті табу үшін 12-ні бөлеміз -4-тен 3-ке. 12-ні өзін жазып алып, көбейту амалын қойып, мұндағы 4 пен 3-тің орнын ауыстырамыз. Сонда 3-тен 4 болады. Енді оқушылар, 12-ні көбейтеміз 4-ке, 48 болады. Оны 3-ке бөлетін болсақ, -16 болады. Сонда -16-да 0 болады. Сонда оқушылар, а нұсқасы дұрыс жауап болады екен. Келесі оқушылар, үшінші есеп. Негіз мұнда үшінші есеп, оқушылар, мұнда 4 деп жазылу керек еді. Енді мұнда m нүктесі берілген, оның координатасы 0-4, m нүктесі арқылы өтетін және графигі y тең -3x функциясының графигіне параллель болатын функцияның формуласын жазыңыз. Оқушылар, мінекей есептің берілгені бойынша m нүктесінің координатасы 0-4-ке тең, y тең -3x функциясының графигіне параллель болатын функцияның формуласын жазуымыз керек. Сызықтық функцияның негізгі формуласы, оқушылар, y тең kx қосылған b түрінде беріледі. Енді екі функция беріліп, ондағы k1 мен k2 екеуі бір-біріне тең болатын болса, демек бұл функцияның графиктері параллель болады. Енді мұндағы y-тің орнына біз, ең алдымен x-тің орнына біз 0-ді қойып, y-тің орнына 4-ті қойып, бұны табамыз. Сонда y тең 4, k көбейтілген x-тің орнына 0-ді қоямыз, қосылған b деп аламыз. Мұндағы k мен 0 екеуі көбейтіліп 0-ге көтетті, сонда b бізде 4-ке тең болады екен. Формуласын жазатын болсақ, y тең -3x қосылған 4 болады. Мінекей оқушылар, y тең -3x функциясының графигіне параллель болатын функцияның формуласы осылай беріледі екен. Яғни y тең -3x қосылған 4 болады. Келесі оқушылар, төртінші есеп. Спорттық клубта гимнастикамен айналысатын 20 қыз балалардың бойлары берілген. Мұнда мінекей 20 қыздың бойлары берілген. Астында берілген ақпарат үшін абсолютті және салыстырмалы жиілік кестелерін құрыңыз. Бысында ең көп таралған бой ұзындығын көрсетіңіз. Ал С тапсырмасында салыстырмалы жиілік кестесін қайшылықсыздыққа тексеріңіз. Оқушылар, мінекей, екі қыздың бойы 148-ге тең, екі қыздікі 149, ары қарай мінекей 5 қыздікі 150, 3 қыздікі 151, үшеуінікі 152, 3 қыздікі 153, тағы екі қыздың бойы 154-ге тең екен. Салыстырмалы жиілігін жазатын болсақ, 20 қыздан 2 деп аламыз. 20-дан 2, мұнда да сонда 20-дан 2, осыны оқушылар қысқартып 10-дан 1 деп жазғанда да болады. 20-дан 5, мұнда 20-дан 3, оқушылар, біз салыстырмалы жиілікті пайызбен жазсақ та болады. Мұнда 10-нан 1 болатын болса, ол бізде 10% болады. 10%, мұнда да 10%. 20-дан 2 деген жерін бәріне 10% деп аламыз.
20-дан 5 оқушылар, бұл бізде 25% болады. Яғни қысқарып 4-тен 1 болады. 4-тен 1 деген сөз ол 25%. 20-дан 3 15% болады. Мұнда да 15%, мұнда да 15%. Енді қосатын болсақ 10, 20, 45, 60, екеуі 30, 90 болады, мынамен 100 болады. Енді оқушылар, бұл тапсырмасында ең көп таралған бойды алу керекпіз. Ең көп таралғаны мінекей оқушылар. 5 қыздың бойы 150-ге тең екен, яғни 150 деп аламыз. Енді оқушылар, келесі С тапсырмасында салыстырмалы жиілік кестесінің қайшылықсыздыққа тексеріңіз деген. Ол үшін оқушылар мұндағы салыстырмалы жиіліктің барлығын мәнін қосқан кезде 1-ге тең болу керек. Оқушылар, бөлімдерінің барлығы бірдей, ортақ бөлімге кеп тұр екен. 20-ның өзін жазамыз да алымдарын қосамыз. 2 қосамыз, 2, 4, 9, 12, мұнда 15, 18, 20 болады. Сонда 20-ны 20-ға бөлетін болсақ 1 болады. Мінекей оқушылар, осылай қайшылықсыздыққа тексереміз. Келесі оқушылар, 6-шы тапсырма, яғни бұл мұнда 3, мұнда 4, 5-інші тапсырма болу керек. Теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешіңіз. Ол үшін оқушылар, мұндағы теңдеулер жүйесін функция түрінен келтіріп аламыз. Y тең 2 азайтылған 0,15x болады. Мұнда бізде Y тең 2x минус 3 болады. Енді Y тең 2 азайтылған 0,15x-тің таблицасын құрамыз. Және мұнда Y тең 2x минус 3 функциясының таблицасын құрамыз. Ол үшін оқушылар 2 сандығын алсақ болады. 0 және 2-ні алайық. Мұнда да 0 мен 2-ні аламыз. Мұнда 0 қоятын болсақ 2 болады. 2-ні қоятын болсақ 0,15-ге көбейтеміз 1 болады. 2-ден 1-ді азайтамыз 1 болады. Мұнда мінекей 0-ді қоятын болсақ минус 3 болады. 2-ні қоятын болсақ 4 болады. 4-ден 3-ді азайтамыз 1 болады. Енді осы нүктелерді белгілейміз. 0-де 2, мінекей 0-де 2, 2-де 1. Келесі 0-де минус 3, және 2-де 1. Мұндай, енді осы нүктелерді қосып шығамыз. Сызғыштың бойымен барынша сызып алсақ болады. Оқушылар, осы 2 графиктің қиылысқан жерін жауап қаламыз. Сонда бізде жауабы мына нүктеде қиылысып тұр, яғни 2-де 1 болады екен. Яғни оқушылар, x бізде 2-ге тең, ал y 1-ге тең. Оқушылар, келесі есеп математикадан жазбаша емтиханның нәтижелері абсолют жиілік полигоны түрінде берілген. Максималды балл мінекей 10 екен. Мінекей мұнда берілген. Ақпаратты талдап анықтаңыз дейді. А-сында таңдама көлемін, Б-сында көпшілік оқушылардың алған баллы, ал С тапсырмасында егер 8, 9, 10 балдарын жоғары нәтиже деп есептесек, жоғары нәтиже көрсеткен оқушылар пайызы. Оқушылар, мұндағы графикке қарай отырып жазып аламыз. Бізде 1-ден 0, яғни оқушылар, мұнда мінекей 1 деген балды 0 оқушы алған, яғни ешқандай оқушы 1 деген бал алмаған. 2 деген балдан 5 оқушы алған, 3 деген балдан 3 оқушы, 4 деген балдан 0 оқушы, 5 деген балдан мінекей 2 оқушы, 6 деген балдан 11 оқушы, 7 деген бал мінекей 9 оқушы, 8 деген балдан 4, 9 деген балдан 5, 1 оқушы алған екен. Енді осылардың барлығын қосып шығамыз. 5-ге қосамыз 3-ті,
қосамыз 2-ні, қосамыз 11, қосу 9, 4, 5 және 1. Мұнда 10, 20, 30 болады, қосқан кезде 40 болады. Сонда таңдама көлемі 40-қа тең екен. Енді екінші тапсырмасында, яғни Б тапсырмасында көпшілік оқушылардың алған балы дейді. Мінеки оқушылар, көпшілігі 11 оқушы 6 бал алған, 6 бал болады. Енді оқушылар, егер 8, 9, 10 балдарын жоғары нәтиже деп есептесек, жоғары нәтиже көрсеткен оқушылар пайызы. Оқушылар бізде 8, 9, 10 балаған оқушылар саны 4 қосылған 5 қосылған 1 тең болады 10-ға. Яғни 10 оқушы бізде жоғары балаған екен. Енді бізде жалпы 40-ты біз 100% деп алатын болсақ, 10 оқушының пайызын шығарамыз. Яғни оны біз x% деп аламыз. Енді x-ті табу үшін, x% табу үшін 10-ға 100-ді көбейтіп 40-қа бөлеміз. Екеуі қысқарады, 4-тен 1 болады. 4-тен 1 көбейтілген 100%. 1-ді 4-ке бөлетін болсақ, 0,125 болады. Оны көбейтеміз 100%-ға, сонда 25% болады екен. Оқушылар, келесі 7-ші тапсырмада мынандай функция берілген. Функциясының графигі абсцисса өсін -2-ден 0 нүктесінде қияды. А тапсырмасында А-ның мәнін табыңыз дейді. Енді оқушылар, мұндағы бізде x -2-ге тең, y 0-ге тең. Y-дің орнына 0-ді, x-дің орнына -2-ні қойып, А-ның мәнін есептейтін боламыз. Сонда А қосылған 1 көбейтілген -2 қосу А -1 тең болады 0 деп аламыз. Енді көбейтудің үлестірімдік қасиетін пайдаланып жақшаны ашамыз. Сонда -2А -2 қосылған А -1 тең болады 0-ге. Енді аларды біріктіретін болсақ, -А болады. -2 мен -1 екеуі -3 болады. Теңдіктің оң жағына 3 болып ауысады. Сонда А тең болады -3-ге. Енді келесі Б тапсырмасы бойынша функцияны y-тен kx қосылған Б түріне жазыңыз дейді. Ол үшін оқушылар, y тең деп алып, А-ның орнына -3-ті қоямыз. -3 қосылған 1 көбейтілген x қосылған -3 азайту 1. Енді ықшамдайтын болсақ, y тең -3 пен +1 екеуі -2 болады. Көбейтеміз x-ке. Мұнда -3, -1 қосылады, -4 болады. Мінеки, y тең kx қосылған Б түріне осылай келді деген. Енді С тапсырмасы бойынша сызықты функцияның графигін салмай, график қай ширектен өтпейтінін анықтаңыз дейді. Оқушылар, мінеки, мұнда бізде k -2-ге тең екен. Яғни k бізде 0-ден кіші, k 0-ден кіші болған жағдайда ол бірінші ширектен өтпейді. Яғни мұнда бірінші ширек деп жазып қойсақ болады. Оқушылар, сонымен өздерін көріп тұрғандай 7 есепті толық талдап аяқтадық. Каналымда бұдан бөлек бірінші және екінші нұсқасы бар, және физика, геометрия пәндерінің БЖБ, ТЖБ талдау сабақтары бар. Қажет болса, каналға кіріп сабақтарды қарасаңдар болады. Түсінбеген сұрақтар болса, комментарийға жазып сұрасаңдар болады. Сау болыңдар.